Сонымен қалай енді қой жарайды, тоқтатпай жағайын дедім, сонымен жақтым. Содан кейін барып, маған негізі бұл затты түсіндірген жоқ. Өнім өстіп әсер етеді, сенің бетіңді бірінші шығарады, одан кейін емдейді деп әсер айтқан жоқ. Мен оны өзім сезіп білдім. Себебі мен бұл өнімді алмас бұрын бетіммен өзім алпарысып жүрген кезінде мен эстет косметолог курсын сатып алып өзім оқыған едім өзім үшін. Сонда негізі өнімдер қалай әсер ететінін сол жерден оқығам. Жақсы өнімдер бетті түпінен тазалайды депші, ішіндегі затты шығарады, сосын барып ол өнім жаңағы әсер ете бастайды дегенді. Сосын өзім бір айлықта қолдандым. Қолданған кезінде тағы да кәдімгі тоқтамай жақтым. Себебі ойымда тағы да ақша табу мақсаты болды менде. Себебі мына жақта айтады ғой спонсорым, ақша күшті, айналы, сат дейді. Ал сен оны қалай сатасың, өзің бетін жақырамай тұрып? Сонымен сен все равно өзіңмен айналысуың керек.